Қалай өзгерісті бастағанмын. Не өзгерді? Таңда ерте тұрғаннан ең алғаш менің санам өзгере бастады, менің ойым өзгере бастады. Мен низкий вибрациялардан өсе бастадым. Низкий вибрация деген ол өсек айту, ренжу, адамдарды ренжіту, претензиялар айту, иә, сол нәрселер низкий вибрация. Так, менде қатып жатыр деген сообщениелер көп келіп жатыр. Барлығыңызда қатып жатыр ма? Так, просто айтпай қойдыңыз ба дейді. Так, просто айтпай қойдым, иә, просто айтпай қойдым. Қатып жатыр ма барлықтарыңызда, ханымдар? Менде вроде нормально. Менде вроде нормально сияқты. Мгм. Енді Wi-Fi барлығы нормально, қыздар, ханымдар. Жалғастыра берейік, иә, бісміллә деп жалғастыра берейік. Яғни таңда тұрып келе жатқаныма 4 жыл уақыт болды. 4 жыл уақытта мен низкий вибрациялардан шықтым десем болады. Низкий вибрация ол өсек айту, иә, жұртты жамандау, жұрттан күту, күйеуіңнен күту, тағы да не, жаңағыдай претензиялар, құдайға претензия деген сияқты барлығын мен кесіп тастадым да, сөйттім да, иә, просто менің өмірім осы. Құдай ешқашан қателеспейді. Яғни мен қазір осы орында болсам, значит, так надо. Значит, что-то бірдеңке өзгерту керек менде, деп мен қабылдадым. Иә, яғни бұл өмірде біз бармыз, қыздар, біз бармыз. Міне мен бармын. Менің қасымдағы, менің айналамдағы адамдар, олар фигуралар. Мен өзімнің өмірімді бір ойын сияқты елестете бастадым. Иә, фигуралар. Атам бар, енем бар, мамам бар, ағам бар, күйеуім бар, бала шағам бар. Олар мені айналамды қоршап тұр деп елестете бастадым. Солай ойлай бастадым жалпы. Олар менің, иә, өмірімде бір қандай да бір рөл атқарып жатқан адамдар деп қабылдай бастадым. Мына жақта қыздар жазып жатыр, қалай айтпай қойдыңыз ба, үндемей жүре бердіңіз ба, іштегі ауырлықты қалай жасадыңыз деген сияқты. Мен, яғни ол адамдардан, айналамдағы адамдардан ештеңке күтпей бастадым, және де мен оларға разрешила. Я разрешаю тебе быть таким, каким ты хочешь. Яғни мен саған қандай болғың келеді, сондай болуға рұқсат берем. Яғни күйеуіңнен күтесің ба? Сен күйеуіңнен күтесің ғой, жақсы күйеу болғанын, жұмыс істеген адам сияқты, саған жылы сөздер айтқанын күтесің ғой. Бірақ ол айтпайды, ол өз білгенін істейді. И мен не істедім? Мен рұқсат бердім. Я білгеніңді істей бер. Мен сенен ештеңке күтпеймін. Я разрешаю тебе быть плохим, я разрешаю тебе играть. Делай все, что ты хочешь. Иә? Мен ештеңке күтпеймін, яғни мен өз өмірімді жасаймын. Енем бар ма? Енемнен де ештеңке күтпеймін. Маған жылы сөйлегенін, қызық ұқсап қарағанын, көмектескен ештеңке күтпеймін. Енем өз рөлін атқарады. Мен ол кісіден ештеңке күтпеймін. Мынандай нәрсе бар ғой, я разрешаю быть андай идеальный болмауларыңа. Яғни күйеуімнің де, айналамдағы адамдардың да барлығына идеальный болмауына рұқсат бердім. Ең алдымен осыны рұқсат бердім. Біз бұл состояниялардың барлығымен жұмыс жасаймыз, қыздар. Иә, мен басында қалай шыққанымды сіздерге айтып түсіндіріп беріп жатырмын. Біз бұл состояниялармен жұмыс жасаймыз. Ешкімнен ештеңке күтпеу, ренжімеу, претензия айтпау, иә. Бұл біздің ішкі состоянияларымыз. Яғни ақша деген нәрсе, ол бізге внешний ресурспен және де внутренний ресурс деген арқылы келеді. Внешний ресурстар ол бізде, иә, сыртқы, яғни факторлар, ол сенің сыртқы білімің, опытың, сенің жаңағы жұмыс істеу қабілетің, иә, жұмыс істейтін навыктарың да, білімдерің, иә, сыртта жұмыс істеп күшің деген сияқты. Ал внутренний ресурс деген ол сенің жаңағыдай ешкімге ренжіп қалмау, сенің состоянияң, психологиялық жағдайың, иә, осы нәрселерді өсіру керек болады бізге. Яғни алламен байланысың, ол сенің внутренний ресурс, яғни ішкі күшің болып саналады. Біз бұл таңғы марафонда біз ішкі күшпен жұмыс жасаймыз.
ішкі күшпен, сенің состояниеңмен, сенің сынып қалмауыңмен, иә, сенің басқа адамға ренжіп қап жатып қалмауыңмен, осы сияқты нәрселермен біз таңғы марафонда жұмыс жасаймыз. Так, естілмей қалып жатыр дейді арасында. Неге олай болып жатыр екен? Так, давайте былай. Ана жақта телеграм бар, соған да қосылып көріңіздер. Осы жақтан телеграмды да ашып қояйын мен. Зумна естілмей жатса, иә? Бісміллә. Так. Алғашқы сабақ болғаннан кейін сондай болып тұрады, қыздар. Бізде таңғы сық. Так. Телеграм барлығыңызда бар ғой, иә? Естілді дейді. Қайта қатып жатыр. Естіліп тұрса да, телеграмды да қосып қоя салайын мен. Так, телеграмның жоғары жағына кірсеңіздер, жасыл болып жанып тұрады. Қалай мойныңызда бәрі тұрғанда шешім қабылдай салдыңыз, сол миға кірмей тұр дейді, қабылдай салдыңыз. Ол үшін күш керек, қыздар. Ол өте оңай нәрсе емес, әрине. Оңай нәрсе емес, барлығын қабылдай салу, барлығын жібере салу оңай емес, ол со временем келеді. Оның барлығын сіздерге үйретемін, қыздар. Телеграмнан қалай естіліп тұр екен? Телеграмға да бір кіріп көріңіздер. Зумдағы да сабақ сақталады, телеграмда сақталады, қыздар. Так. Телеграм ссылкасы, менеджердің жібергенін қарасаңыздар, телеграм ссылкасы бар, қыздар. Менеджердің жібергенін қарасаңыздар, сообщениесін. Так, енді бисмилля деп бастайық. Мен таңда тұруды таңдадым дедім, иә, сіздерге. Мен өмірімді өзгерту үшін, өмірді өзгертетін техникалар өте көп, қыздар, өте көп. Бірақ мен таңда ерте тұруды таңдадым. Таңда ерте тұрғанда мен нені түсіндім? Мен таңда ерте тұрғанда түсіндім, что сен не нәрсеге фокус қоясың, сол нәрсе өсетінін түсіндім. Осыны жаттап алыңыздар. Таңда оянған кезде не нәрсеге фокус қоясың, назарыңды не нәрсеге аударасың, сол нәрсе өседі сенде. Иә? Ал береке дегеніміз қалай аударылады? Пайғамбарымыздың айтып кеткен берекесі қалай аударылады? Ол айтады, ол өсу деген мағынаны білдіреді. Береке деген сөз. Яғни әр нәрсенің өсуі, жақсылықтың өсуі, иә, өмірің үйіңде, табыстың өсуі, не нәрсені қалайсың сен таңғы уақытта, сол нәрсені өсет деген сөз. Береке деген сөз. Яғни біз таңда оянған кезде не нәрсеге фокус қоямыз, ол өседі. Баяғыда мен не нәрсеге фокус қоятынмын азында оянған кезде? Иә, мен тағдырымның жаман екенін, мен қателескенімді, мен жалпы неге бұндай шешімдер қабылдадым, мен ақымақ болдым, мен өзімнің ақымақ екенімді айта беретінмін өзіме. Сен ақымақ болдың, өйткені мен күйеуге тиген кезде, қыздар, мен ойланбай тиіп кеткем. Ойланбай, яғни 3 рет кездесіп, күйеуім менің ағамның досы болатын, иә. Яғни ер адамдар бір-бірімен араласқан кезде оларда бәрі жақсы, олар өздерінің жаман қасиеттерін бәлкім көрсетпеген шығар, иә, менің ағам ол жақсы жігіт дейді, мен де оны жақсы жігіт деп ойлаймын. Иә, Алматыда тұрады, Алматыда үйі бар деген сияқты, яғни жағдайына қараймын, бірақ ойланбай, шынында айтқан кезде, шындығында ойланбай тұрмысқа шығып кетемін. Тұрмысқа шыққаннан кейін оның барлық жаңағы карталары ашыла бастайды дегенде ғой. И мен сол уақытта күнде таңертең оянған кезде әрине сен тағдырыңа недовольный болып оянасың. Иә, көп адамның қателігі. Ақшаны ойлап оянасың, жетпейтінін ойлап оянасың. И сол нәрселер өсе берген екен. Менің түсінгенім бойынша. Сен не нәрсенің жаман екенін назарыңды қоясың, сол нәрселер өсе береді. Содан кейін білімдер ала келе, таңғы уақытта
дұрыс нәрсе ойлау керек, иә, жақсы нәрсе ойлау керек, мақсат қою керек деген нәрселерді ести келе мен мақсат қоя бастадым, мен мақсат жаза бастадым. Алдағы уақытта біз де оны жазатын боламыз. Және де мен мидың таңғы уақытта ми жақсы жұмыс жасайды, и сол миды, иә, дұрыс қолдану керек екенін үйреніп, мен миымды дамыта бастадым. Енді береке деген әр нәрсенің өсуі болатын болса, береке деген әр нәрсенің өсуі болатын болса, біз таңғы уақытта нені ойлаймыз, байлық немесе кедейлік осы таңғы уақыттан басталады. Яғни сенің ойың бай адамның ойындай болса, сенің байлығың өседі. Кедей адамның ойындай болса, ол, иә, сені кедейлікке әкеледі. Кедей адамның ойы ол всегда Құдайға претензия. Кедейлік ол всегда Құдайға претензия. Кедейлік ол жалқаулық, істегім келмейді, осы нәрседен шаршадым, мына нәрсе қашан бітеді, даже тіпті таңда ерте тұрғысы да келмейді, иә, кедей адамның әдеттері сол. Бай адамның әдеттері, иә, осы күнге жақсылық, жақсы айту, қуану. Ең алдымен біз алла қаласа таңда оянғанымызға қуанамыз, иә, өмірдің осы бір берілген мүмкіндік, тағы да қуанамыз, өйткені бір адамдар бүгін бар, ертең жоқ. Біз соны түсінуіміз керекпіз. Біз бүгін бармыз, даже, иә, түсте бармыз ба жоқпыз ба білмейміз. Иә, біздің өміріміз өлшеулі. Сол себепті біз таңда ояндық па, біз қуануымыз керек. Маған тағы да бір мүмкіндік берілді. Ана болуыма, балаларыма, иә, осы өмірді көруіме, тағы да осы күнді көруіме, жерді көруіме, талды көруіме деп біз қуануымыз керек. Бұл бай адамдардың, байлыққа жететін адамдардың алғашқы ойлары. Яғни байқап салыстырсаңыздар, бұл позитивный ой. Бай адамдардың көбінде, байлыққа жететін адамдардың ойында постоянно позитивный ой жүреді. Позитивный ой бізге дофамин гормонын бөледі, қыздар. Дофамин гормонын. Ал кедей мышление, претензия, обида, проблема деген нәрсе стресс гормонын бөледі, кортизолды бөледі. Яғни біз азында тұрған кезде уже ты выбираешь қай гормонмен бүгін сен өмір сүретініңді. Сен ренжіп ояндың ба, проблемаларды көріп ояндың ба, сен кортизолмен оянасың. Даже біз азына тұра салып инстаграмға кіретін болсақ, все, бізде кортизол оянып кетеді. Кортизол деген гормон өсіп кетеді. Поэтому бізге оянған кезде не только жаңағы ойымыз бізде, иә, дұрыс болады, бізде гормондарымызды да біз реттеуіміз керек. Гормон әсер етеді біздің күнімізге. Яғни сен стресспен, тағы да сол проблемамен, тағы да сол бастығыңды ойлап, немесе күйеуіңнің әрекеттерін ойлап, балаңа ашуланып тұрдың ба азанда, все, у тебя кортизол, иә, бойыңда кортизол бөлінеді. Ал айналаңда вибрация деген нәрсе бар. Мен қазір осындай фон қойып қойдым. Біздің, иә, айналамызда осындай энергия бар. Біз төмен энергияда ойлап, төмен энергияда оянатын болсақ, все, бізге төмен вибрациядағы адамдар жинала бастаймыз біз. Төмен вибрациядағы адамдар. И біз бір-бірімізді жаңағыдай қолдайтын адамдар тауып кетеді ғой. Я, өмір деген сондай, күйеу деген мынандай, я, бір-бірін жамандау нәрсе басталып кетеді. И это очень низкие вибрации. Ал жақсы ойлаған кезде бізде гормон счастье, гормон дофамин бөлінеді бізде. Ол бізге күш беретін гормон, бақыт гормоны. Иә, сен бақытты кезде қандай да бір іс жасайтын болсаң, сен оңай жасалынады ол іс. Байқайсыздар ма? Тез жасалынады. Сен шаршамайсың оны жасаған кезде. И бізге осы азанда оянған кезде дофамин гормонын алуымыз керек. Бізге маңыздысы осы дофамин гормон. Аллах дарит нам счастье каждый день, но именно мы выбираем быть несчастливыми дейді. Яғни біз азанда тұрған кезде, иә, Аллах бізге күнде бақыт береді, бірақ именно біз таңдап алады. Біздің, өйткені ол миымыздың әдеті. Иә, жаман нәрсені көру, соны шешу, как будто бы мидың программасы сияқты. Яғни біздің миымыз ойлайды, біз проблема шешетін адам сияқты көреді өзімізді. Так, бүгін нені шешу керек? Так, бүгін не проблема бізде деп оянамыз, иә, азында тұрған кезде. Яғни біз бүгіннен бастап әдеттерімізді ауыстыра бастаймыз. Біз азанда оянған кезде алғашқы 1 сағат бізде проблема жоқ, қыздар. Алғашқы 1 сағат біз мынау запустить ету үшін системамызды, иә, гормондарымызды дұрыс жұмыс жасауын запускать етуіміз үшін біз дұрыс ойлауымыз керек. Дұрыс ойлауымыз керек. И біз таңғы 1 сағат ештеңке ойламаймыз,
мы должны чувствовать, что біз ешқандай проблема жоқ, бізде бәрі жақсы, иә, и менде бәрі все отлично, классно деген сигнал жібереміз. Сол кезде уже чудолар бола бастайды. Уже чудолар сол кезде бола бастайды, алла қаласа. Түсінікті отыр ма, қыздар? Кері байланыс беріп қойыңыздар. Что-то чатымыз тынышталып қалды. Телеграмға кіргеннен кейін барлығыңды сеті дұрыс ұстап кетті ғой деймін. Бірақ телеграмда 13 адам отыр. Түсінікті, жақсы дауыс дейді. Сетті барлығы жақсы болды ма? Иә, керемет. Өздеріңізге жазып алып отырыңыздар. Иә, таңда бізде программа запускается, яғни таңда бізде программа жіберіледі, яғни сенің гормондарың да оянады. Азанда оянған кезде сенің гормондарың да барлығы да біздің осы күнімізге әсер етеді. Ал бісміллә, енді пайғамбарымыздың сөзі не дейді, иә? Таң намазын оқығаннан кейін дейді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, ризықтарыңды табудан қапыда қалып ұйықтамаңдар деген. Және де пайғамбарымыздың дұға еткен дұғасы бар, иә, Аллах тағалаға: үмметімнің таңын берекелі ете көр деп айтқан өзі. Үмметімнің таңын берекелі ете көр. Яғни берекелі деген өсет деген сөз, иә. Таңын не нәрсе қойса да, қандай мақсат қойса да, сол өссін деп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам оны берекелі ет деп дұға еткен. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам әрекеті таңда оянғаннан кейін, таң намазынан кейін қызы Фатима радиаллаху анхаға айтқан: таң намазынан кейін ұйықтамаңдар. Таң намазында яғни ризық несібе берілетін уақыт. Таң намазынан кейін ризық несібе таратылатын уақыт деп айтқан, және де ұйықтап жатқан немерелерін көрпемен орап отырғызып қоятын болған. Яғни неге олай жасады? Немерелері жұмыс істейін деп жатқан жоқ. Былай қарап тұрсаң да, ойланатын болсақ, оның әрекетін. Немерелері и так та оның жаңағы өздері баланы біз ғой асырайтын, баланы біз асыраймыз. Неге оны олай орап отырғызып қойды? Яғни таңғы уақытта сиқырлы уақыт бар. Сиқырлы уақыт, оны бүкіл әлем айтады негізінде. Егер де кітап оқитын ханымдар болатын болса араларымызда, чудесное утро деген кітаптар бар, утро 5:00, клуб 5:00 деген кітаптар бар, жаңағы шетелдің америкалық кітаптары. Яғни олар таңғы уақыттың сиқырлығын, магия утра, чудесное утро деп айтып жатады. Осы кітаптарда сол адамдар өздерінің өзгерістерін жазған. И осы таңда оянған кезде мен айтқым келеді сіздерге, мен жаңағы өздеріңізді кінәлауды қойыңыздар. Яғни көп адамдар өздерін кінәлай бастады. Мен намаз оқымаймын ғой, мен андай күнә жасап қойғам ғой, мен бүйтіп жүрмін ғой, мен былай жасадым ғой деген сияқты өздерін кінәлап, адамдар өздерін кінәлап, жаңағы мұсылман болмаса, намаз оқымаса, бір жаман нәрсе істеп жүргендей сезіліп кетеді. Хотя на самом деле намазды былай түбіріне келетін болса, Аллах тағала негізі намазды өздерің үшін оқыңдар деген. Оқыңдар деген, бірақ өзің үшін оқы деген, өзің үшін оқы деген. Ол жерде оқысаң да оқымасаң да өзіңді кінәлау деген нәрсе жоқ. Жаңағы клуб 5 утра, мысалы чудесное утро, магия утраға жасаған адамдар, жетістікке жеткен адамдар, олар да намаз оқып жатқан жоқ, бірақ жетістікке жетіп жатыр. Енді бұл жерде қазір мен айтып жатқаным, духовный адамдар бар, материальный адамдар болып бөлінеді адамдар. Адамдар солай бөлінеді. Сен өзіңнің қандай адам екеніңді тауып алуың керек. Духовный адамдар көбінде, ол жаңағы намаз оқымаса, діннен алыстап кетсе, өздерін кінәлап кетеді. Сен сондай адам екенін қабылдау керексің. Бірақ материальный адамдар бар, ақшаны, байлықты өте қатты жақсы көреді, и оны жақсы көрген үшін де өзін кінәлап кетеді да, духовный емес екенін кінәлап, в общем, бір-бірінде ішінде хаос болып жатады ғой. Не материальный, не духовный. Бірақ біз түсінуіміз керек, барлығы ортасында болу керек. Барлық нәрсе ортасында болу керек. И материальный, и духовный, яғни барлық нәрсе ортасы деген, мысалы, мен өткенде бір сторисімде жаздым, бір сондай Аллах тағала ой сала берді, барлық нәрсе ортасында болсын деп. Менде де өзімді кінәлау болып кетеді кейде, негізі мен духовный адаммын ғой деген сияқты оянып кетеді да, бір духовностьтің. И сол кезде ой келді, что барлық нәрсе ортасында болу керек.
иә, егер су Аллах тағала берді, и бірақ су өте көп болып кетсе, сен тұншығасың. Суды нормамен қолдану керек. Я от та өте жақсы, тамақ істейсің, үйіңді жылытады, бірақ ол көп болып кетсе өртенесің. Я, от көп болып кетсе өртенесің. Сол сияқты бір нәрсе бар ма біздің өмірімізде, ол нәрсе шектен тыс, шамадан тыс көп болып кетсе, бізге зиянымыз тиіп кетіп жатады. Иә, поэтому барлық нәрсе бізде ортасында болу керек. И материальный мир, и духовный мир, барлық ортасында болу керек. Таңда тұрған кезде бұл әңгіме неден шықты? Өзіңді кінәламаудан. Иә, намаз оқимын, намаз оқымаймын, үйтпеймін, сөйтпеймін деген вообще кінәлау болмау керек. Азанда ояндық па, ешқандай чувство винысыз біз оянамыз, ешқандай проблемасыз біз оянамыз. Өйткені таңғы уақытта не нәрсеге фокус қойдың, сол нәрсе өседі, қыздар. Түсіндік қой? Так, енді жаңағы айтқаным, мына жерден тоқтадық. Немерелерін орап отырғызып қойған. Яғни таңда сондай бір вибрация, ғалымдар зерттеген, ультрафиолет күлгін, иә, жаңағы волнылар жүріп жатады дейді таңғы уақытта. И ол волны, иә, таңғы берекенің уақыты, соны алған адамның жаңағы зерттеулері бойынша ішкі күйі, состояниесі барлығы дұрысталады. Адамға ақша ақша адамдар арқылы келеді, қыздар. Иә, біз Аллах тағаладан тілейміз, сұраймыз, это барлығы дұрыс, бірақ ақша бізге, иә, адамдар арқылы келеді. Яғни сен адамдармен қарым қатынас құру арқылы келеді, саған мүмкіндіктер арқылы келеді ақша. И осы менің түсінгенім, сен осы волныйдасың ба, осы берекенің жаңағы уақытындасың ба, осы таратылып жатыр ма? Яғни саған күштер беріледі, денеңе күш беріледі, сенің аураң жақсарады, и сенің осы аураңа адамдар келе бастайды, сенің осы аураңа мүмкіндіктер келе бастайды, сенің вибрацияң дейікші, ішкі вибрацияңа осы жаңағы осы жоғары вибрациядағы адамдар келе бастайды, и сенде мүмкіндіктер ашыла бастайды. Осылай түсініңіздер, жарай ма? Осы волныйға, мысалы сіздер араңызда мен көріп тұрған жоқпын, иә, біреулердің камерасы өшіп, біреу жатуы мүмкін, да, жатқан кезде ол нәрсе әсер етпейді, қыздар. Тұру керек. Тұрған кезде біздің системамыз қосылады, біздің гормондар оянады, біздің вибрациямыз, энергиямыз көтеріледі. Яғни энергиясы жоғары адамдарға ақша жүгіреді дейді ғой, байқайсыздар ма? Энергияға ақша келеді деп айтады. Энергиямыз жоғары болу үшін біздің тұрып жүруіміз, әрекетте болуымыз, осы таңғы уақытта осы энергияны алуымыз маңызды. Так, бұл жаңағы хадисіміз, пайғамбарымыздың айтқан, иә, ол Табарани деген кісіден, ғалымнан жеткен, ол ерте тұрудың маңыздылығын көрсетеді. Иә, енді таңда әр адамға ризық өзінің мақсатына қарай беріледі, өзінің күшіне, мақсатына қарай күш беріледі, мақсатына қарай мүмкіндік беріледі, мақсатына қарай жеткілікті ризық береді. Иә, яғни біз мақсат қоюымыз маңызды таңда оянғаннан кейін. Халықта, иә, таңғы мақсат қойғаннан кейін көп адамдар, жетістікке жеткен адамдар таңғы 5-те оянады. Ол туралы мен сіздерге отдельно файл жіберетін боламын, таңда жетістікке жеткен адамдар туралы. Иә, ол адамдардың арасында Билл Гейтс, иә, осы жаңағы біздің Microsoft, біздің осы қолданып жатқан айфонымызды қолданып жатқан адамдардың жасаған адамдар таңғы уақытта оянатын болған. Таңғы уақытта, тағы да айтамын, сиқырлы уақыт. Бұл жерде сенің гормондарың, сенің системаң запускаться еткен кезде сен дұрыс нәрселер жасай бастайсың, сен елде жоқ нәрселер жасай бастайсың уже. Сенің өміріңде сондай сәттер келе бастайды, что жаңағыдай сен мысалы бірдей жұмыс жасауың мүмкін адамдармен, коллективмен, бірақ сен 5-те тұратын болсаң, сенің системаң, энергияң жоғары болатын болса, сен ол адамға қарағанда көбірек табыстырақ боласың. Сен ол адамға қарағанда көбірек сүйкімдірек боласың бастықтарыңа, иә, былай айтқанда. Егер сен сауда жасайтын болсаң, сен саудада сен табыстырақ боласың. Дәл сол сияқты осы табысқа жеткен адамдар, осы мысалы айфонды жасап жатқан, осы Microsoft, олар да өзінің жұмысында табыстырақ басқа адамдарға қарағанда. Сол себепті таңға уақытта просто так қарамаймыз. Бұл уақыт өте сиқырлы уақыт, қыздар, сиқырлы уақыт. И ойымызға өте абай болуымыз керек. Не ойлап жатырмын,
қандай менде бойымда гормон бөлініп жатыр, дофамин ба, стресс па? Иә, адамда стресс гормоны бөлінген кезде уже эмоциялар қосыла бастайды, интеллект өше бастайды адамда. И ол адам ештеңке жасай алмай қалады стрессте жүрген кезде. Иә, ол низкий вибрация, апатияға, дальше депрессия, дальше антагония деген сияқты вибрациялардан түсіп, соңында иә өлімге жақын жүреді ол адамдар. Поэтому жаман ойды ешқашан азына оянған кезде ойламаңыздар. Енді басқа халықтардың көз қарасына тоқталатын болсақ, қыздар, иә, ирандықтар айтқан, ерте тұрған адамның да мақсаты да ерте тұрады деп айтқан. Иә, қытайлықтар ұйықтап жатқан адамның бақыты да бірге ұйықтап жатады дейді. Қазақтар айтады, ерте тұрған жігіттің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Мақсаты бар адамды мақсаты оятады, иә, мақсаты жоқты сідігі оятады. Иә, ұлы сөзде ұят жоқ, бұл мақал. Яғни адам, иә, жаңа туалетке барғанша жата береді деген сөз ғой, мақсатың жоқ болса. Яғни осы нелерге, халықтың көзқарасына тоқталатын болсақ, азанда енді не үшін оянуымыз керек деген сұрақ туады ғой. Иә, яғни азанда адамды мақсаты оятады екен дегенге қалай қарайсыздар? Яғни барлықтарыңыз бір мақсатпен келдіңіздер ғой бұл марафонға. Иә, бұл таңда оянуға бір мақсатпен келдік. Қандай да бір мақсатпен келдік. Қандай да бір мақсатпен келдік. Түсіндік, яғни біз ұйықтап жатсақ, біздің мақсатымыз да ұйықтап жатыр деген сөз. Иә, біздің бақытымыз да ұйықтап жатыр деген сөз. Мақсаты ерте тұруымыз үшін бізге мақсат керек, қыздар. Сіздер қазір келіп отырсыздар қандай да бір мақсатпен, бәлкім отбасында бақытты болуы шығар, бәлкім жаңағы табысты болуы шығар, иә. Ол мақсаттар сіздерде бар. Яғни біздің проблема қазір ерте тұра алмауымыздың, иә, ерте тұра алмауымыздың, ол біздің мақсатымызда. Біздің мақсатымыз ұйықтап жатыр, бізді оятып жатқан мақсат жоқ, бақытымыз ұйықтап жатыр деген сөз, иә. Мысалы, сіздер қазір мына жақта бір ханым жазып жатыр, жұмысқа асығып кетіп бара жатыр. Оны жұмысы оятып жатыр. Оны жұмысы оятып жатыр. Яғни ол сол жұмыс үшін оянып тұрып кетіп бара жатыр. А бірақ жұмысы жоқтар бар, жұмысы бизнесмендер бар болуы мүмкін, иә. Бірақ оларды оятып жатқан жоқ ол нәрсе. А бірақ сіздер оянып отырсыздар бірдеңе үшін. Біз сол мақсатты анықтауымыз керек. Бізде сұрақ туады, енді хорошо, иә, түсіндік барлығын, бізді мақсат оятады екен, бізді бақытымыз оятады екен. Сол оянудағы мақсат не екенін біз анықтауымыз керек. Біздің оянуымыздағы мақсат не, мен не үшін оянуым керек деген сұрақ туады. Қазір сұраққа жауап беріп кетейін. Астанада 5:19-да күн шығып қойып жатыр. Таңғы ризықтан қалып қоймаймыз ба? Сағат 5-те мысалға не дейді, айтып жатырмын. 5:19-да күн шықса, күн шығып атқан уақытта таратылады ғой, қыздар. Күн шығып атқан уақытта алғашқы шапағы тарап жатады ғой, күннің алғашқы шапағы, иә, вот сол жерде энергия бар деп айтады. Енді ютубта мысалы неше түрлі білімдер алдық. Сол кезде сол күннің сәулесі дейді, бірінші саған түссін дейді. Сен бірінші сол күннің сәулесін көр дейді. Бізде жыл басталғанда тышқан көреді деп айтады ғой күннің сәулесін, иә. И тышқан бірінші көріп, шынымен сол жылдың басы болды ғой. Дәл сол сияқты бізде әр нәрсенің басы бірінші болғымыз келсе, сол күнді бірінші көруіміз керек екен, күннің шығып жатқан уақытын. Жоқ, 5:30-да, постоянно 5:30-да болады, қыздар. Сабақ постоянно 5:30-да болады. Енді бізге миды оятуымыз керек. Біз қандай да бір жетістікке жетуіміз үшін, қыздар, иә, бізге миды оятуымыз керек. Ал миды ояту үшін бізге сұрақ қойылу керек. Сұрақ қойылған кезде ғана ми оянады. Егер саған бала кезде мынаны істе деп мамаң бірдеңке істетіп қойып, соны ғана істесең, мұғалімнің айтқанын істесең, кеуге тигеннен кейін енеңнің айтқанын істеп жүре беретін болсаң, сенің миың істемейді деген сөз. Потому что сен өзің біліп ештеңке істей алмайсың. Сен робот сияқты тапсырма берді, орындадың. Сондай адамсың, иә. Өйткені сұрақ қойылған жоқ, сен істегің келе ма, істегің келмей ма, не істегің келеді деген сұрақ қойылған жоқ. Егер адамға сен не істегің келеді қазір істей аласың ба, сенде мүмкіндік бар ма деген сияқты сұрақтар қойылса, адамның миы ойланады и адамның миы жұмыс жасай бастайды.
осы нәрсені жаттап алыңыздар. Балаларыңыз бар болса, мынаны былай істе, былай істе, былай істе деп айта беруге болмайды, өйткені ол сол задание беруге үйреніп қалады адамның миы да. И біздің көбінде автопилот режимінде жүреді дейді ғой, адамдар оянбаған деп айтып жатады ғой, иә. Автопилот режимі дейді, адамдар оянса да, ояу жүрсе де олар оянбаған деп айтады. Өйткені неге олар, өйткені жаңағы тапсырмамен ғана жүреді. Автопилот режимі деген, сен тапсырма бересің самолетқа, самолет өзі ұшады, қонады, иә. Сол автопилот деген режим сол. Адам да солай, адамға тапсырма беріп қойған, соны істейді, жұрттың айтқанын істейді, болды болды, басқа нәрсе істей алмайды өзінің ойымен. Автопилот деген режим сол. И бізге ояну керек, ол миды ояту керек. Миды ояту үшін біз сұрақтар қоямыз миымызға. Я сіздерге қиын болуы мүмкін, сіздерге жаңағыдай сұраққа жауап бергілеріңіз келмеуі мүмкін. Бірақ мен сіздерге сұрақ қоймасам, сіздер опять автопилот режимінде жүре бересіздер. Гауһар ханым айтты, осылай айтты, осылай істеуім керек, осылай айтты, осылай істеуім керек деген сияқты. Я адам өзі ойланбай ештеңе істемейді. Яғни миы сол жерде қалып кетеді. Сол себепті бізге миымызды оятуымыз керек. Өйткені әр адамның миы уникальный, әр адам тұлға, әр адамның миында возможность көп, миды оятатын болсақ. И біз миды оятамыз. Оған сұрақтар болады. Қазір сол сұрақтарға жауап беру арқылы, иә. Ең бірінші сұрақ, таңда тұрып не тапқым келеді? Яғни сіздер бүгін тұрдыңыз, бірақ ертең тағы сіз тұруыңыз үшін, ертең де, одан кейін де, 21 күнде, 21 күннен кейін де сіз тұруыңыз үшін таңғы уақытта не тапқыңыз келеді? Вот соған жауап беріңіздер. Байлық па, не нәрсені тапқыңыз келеді? Үйіңізде береке болып отбасыңызбен өскіңіз келе ма? Әдемі өмір сүргіңіз келе ма? Не тапқыңыз келеді таңғы уақытта? Өмірдің түбегейлі жақсы жаққа өзгерткім келеді дейді. Аха, денсаулығым дұрыс болса, таңғы жаттығулар арқылы берекелі отбасы болсам дейді. Табыс, тыныштық, береке, тазалық, байлық, денсаулық. Мгм. Яғни біз береке, байлық, ақша деп жатырмыз, иә, табыс деп жатырмыз. Оның артында не тұр? Оның артында бірдеңке тұрады бізде. Иә, ақша деген мысалы безопасность, байлық деген безопасность, докажу деген бар дейді. Аха, ол да бір состояние сізде. Докажу деген, сіз ол адамдардан биік болғыңыз келеді, иә, яғни біреулерге доказать еткіңіз келеді, что сіз өзіңіздің күшті екеніңізді, сіз одан да биік екеніңізді көрсеткіңіз келеді, күшті болып жүргіңіз келеді. Яғни состояние деген сол, иә, оның артында бір нәрсе бар деген сөз ғой, иә. Яғни ақша тапқымыз келеді, чтобы болашақта біз қиналмай өмір сүруіміз үшін. Қайда кетті? Аха. Сіздерге яғни ол нәрсенің артында бірдеңе тұрады. Аха, яғни береке, байлықтың, ақшаның артында безопасность, тыныштық, иә, спокойствие, ертеңгі күнге сенімділік. Бұл яғни состояниелеріңіз сіздердің. Сіздер осы состояниеға жеткілеріңіз келеді. Ұл қызыңа үлгі болғым келеді дейді, өте керемет тоже. Ол деген, яғни сен ұл қызыңа үлгі болғым келеді деген, яғни ертең мен болмай қаламыз, мен де болмай қалуы мүмкін, иә, балаларым өмірінде. Сол кезде олар да, менің шешем осы таңда тұрушы еді деп, иә, олар да ертең ерте тұрсын. Яғни сіз олардың болашағын уже ойлап жатырсыз деген сөз, иә. Яғни олардың болашағына сенімділік қой. Олардың да ертең жақсы өмір сүруіне осы әсер етсін, мен үлгі болайын деген сияқты сіздердің жаңағы ниеттеріңіз. Яғни бұның артында бірдеңке тұрады бізде. Яғни сенің мақсатыңның артында бірдеңе тұрады. И біз осы состояниені іздейміз. Тыныштықты на самом деле. Біз ақша іздемейміз.
біз ақшаның артындағы тыныштықты іздейміз. Түсінесіздер ме? Иә, біз байлық іздемейміз, біз байлықтың артындағы спокойно өмір сүру деген нәрсені іздейміз. Ешкімге жалтақтамай, ешкімнен ақша сұрамай, ешкімге жалынбай, иә, балаларымыз қатарынан қалмай, әйтеуір нормально өмір сүрсек деген нәрсені іздейміз біз. Яғни ақша деген нәрселер олар инструмент, бізді сол нәрсеге әкелетін инструмент. Түсініп жатсыздар ма? Яғни біз тәтті ұйқыны не үшін қиюымыз керек деген сұрақ туады ғой бізге азында. Не үшін мен азында тұруым керек? Не үшін мен тәтті ұйқымды қиюым керек? Иә? Яғни сенің миың сенің нәпсіңе түсінікті болу керек та бұл нәрсе ше, қыздар. Сенің нәпсіңе түсінікті болу керек. Нәпсің сенің ақша деген түсінбейді. Нәпсің сенің сенің миың, жан дүниең дейікші, сенің ақша деген нәрсені түсінбейді ғой. Қағаз ғой деп қарайды ол. Миың да қағаз ғой деп қарайды да. Сен миллион доллар хочу деп айта беруің мүмкін, бірақ оның артында что ты хочешь? Ты же хочешь нормально жить сол ақшалармен, яғни ақша инструмент, сен сол просто тыныш өмір сүргің келеді, ештеңке уайымдамай, нормально өмір сүргің келеді. Осы нәрсені түсінген кезде біз ояна бастаймыз. Біз әрекетіміз жасай бастаймыз. Біз ақша таба бастаймыз сол кезде. Миға түсіндірген кезде, ей, сен мына ақшаны тауып ертең осылай өмір сүресің, осындай боласың сен деген кезде миың ақша таба бастайды. Қазір көп адамдар, мысалы ақша тап деп сауда жаса, тиктокқа шық, сат десең бірдеңкені, ұялам деуі мүмкін. Ұялам, яғни ол ақшаның пайдасын түсініп тұрған жоқ та. Ертең сен көп ақша тапқан кезде сенің ұятың дым қажеті жоқ, сен осылай өмір сүресің деп ешкім оған түсіндіріп жатқан жоқ миына. Поэтому ми ұяла береді, ми қорқа береді, қашқақтай береді, істемейді, ұйықтай береді, как будто қазір ұйықтаса дальше солай ұйықтап жүре беретін сияқты. Бірақ біз миымызға түсіндіру керекпіз. Бізде ми түсінбесе, что қазір сен ұйықтай берсең, ертең осының накопительный эффектісін аласың, бұдан ешқандай нәтиже шықпайды деп түсінбесе, ми ол ұйықтай береді. Ал егер біз қазір түсіндіретін болсақ миға, қазір біз осы нәрсені жасайтын болсақ, таңда ерте тұрып энергия, гормонды дұрыстайтын болсақ, алланың осы ризық таратылып жатқан осы берекесін, ризығын алатын болсақ, біз ертең қартайған кезде де спокойно ұйықтаймыз деп түсіндіретін болсақ, біз оянамыз. Енді сіздер тағы да сұрақ, енді қазір сұрақ басылады, не үшін оянуым керек? Мен әлі оянам, тағы да жаттығуларым жасаймын, биге барам, не үшін деген сұрақ туады ғой. Не үшін? Ертең қартайғанда ауырмай, өзім денемді тік ұстап, ешкімге жалынбай, денім сау болып жүргім келеді мен ең біріншіден. Одан кейін мен ешкімге, ешқандай балаларыма жалтақтамай, өзімнің ақшам болған қалаймын. Яғни мені осы нәрсе оятады. Ертең менің қазір дұға жасаймын балаларыма, ертең олар өскенде лағып кетпеу үшін, солар үшін ертең өскен соң осы дұрыс бала болсын деп тілеп отқым келмейді ертең. Ертеңгі күнімді ойлаймын, яғни мені сол нәрсе оятады. Қазір мен балаларым үшін дұға жасаймын, қазірде мен ертеңгі болашағым үшін дұға жасаймын. Өйткені мен сенемін, менің 10 жыл бұрынғы дұғаларым қазір орындалған. Менің студент кездегі дұғаларым, менің студент кездегі арманым қазір орындалған. И қазір мен оған көзім, миым жеткен, что ол нәрсе орындалды. Мен Шымкентте жүргенде Алматыға тигім келетін, менің өзімнің жаңағы отбасым болғым келетін, мен осылай өмір сүргім келеді деп армандағам, ол орындалды менде. Енді менде 10 жылдан кейін тағы өмір бар деп сенемін, Алла қаласа. И сол 10 жылдан кейін менің дұғам қабыл болатынына мен сенемін. 10 жылдан кейін мен осылай өмір сүргім келеді деп мен қазір армандаймын. Енді сіздерге сұрақ, сіз арманыңыздың орындалатынына сенетін болсаңыз, сіз армандайсыз, сіз дұға жасайсыз, сіз тілейсіз, мақсат қоясыз. Ал егер сіз миыңызда ешқашан ойламаған болсаңыз, осы арманым орындалған ғой, менің негізі Құдай маған берген ғой осыны деп ойламайтын болсаңыздар, сіздер тілемейсіздер де, тілесеңіз де сенбейсіз. Денсаулығым болу үшін бай болғым келеді дейді, нервім, жүрегім тыныш болу үшін дейді. Яғни біз осы нәрсені түсініп алуымыз керек, қыздар. Енді давайте вспомним, 10 жыл бұрын дұғаң қандай еді сенің?
сіздерде сенім деген нәрсе бар ма өзі? Құдайға сенім, аллаға сенім, иә? Орындалды ма сіздердің 10 жыл бұрын студент кезіңізде, қыз кезіңізде қандай күйге тигің келеді, осындай күйге тигің келеді, осындай жүргің келеді? Қазір сол орындалды ма? Орындалған кездер бар ма сіздерде? Давайте осыны вспомним. Өйткені мен ондай үлкен армандамаппын дейді. Аха, армандаңыз, өйткені армандар орындалады. Иә, орындалған кездер бар дейді. Мхм. 10 жыл бұрынғы иә орындалды. Иә, яғни күйеуімнің атына дейін солай етіп бер дейді. Машалла, Айнұра ханым, қарашы, күйеуінің атына дейін сұраған ғой. Сондай етіп бер дейді. Есімде жоқ, особенно күйеу дейді. Мен есімде бар, өйткені мен тілейтінмін, что менің күйеуім менен үлкен болсын, ақылды болсын деп тілейтінмін күйеуім. Сондай болды қазір. Менің жазған армандарым орындалған. Мхм. Мен сенемін, арманым орындалған. Тек сол кезде подробнее армандамаппын. Сол менің қателігім дейді. Ол кездегі қателікті қазір жөндеуге болады, қыздар. Яғни бізде мынандай нәрсемен өмір сүрміз. Иә, қазір қиын болуы мүмкін, бірақ 10 жылдан кейін тағы қиналып жүрмес үшін қазір біз дұрыстап армандауымыз керек. Қазір біз дұрыстап мақсат жазуымыз керек. Қазір біз дұрыстап дұға жасауымыз керек. Понимаете? Яғни біз өз өмірімізден сабақ алуымыз керек. И миымызға сенім болмаса, біз тұрмаймыз да ештеңе жасамаймыз, егер сенім болмаса. Орындалды дейді. Қазір тұрып жатқан қалада, үйде солай тұрып жатырмын. Тек жігітіме тұрмысқа шықтым, копиясын шығару деп жазғанмын дейді. Қыздарым күйеуінен, папасынан аумайды дейді, машалла. Бала шағам да, машинада бәрі орындалды. Бәрі орындалады, қыздар. Алла біздің тілегімізді береді. Яғни бізде ең алдымен осы сенім деген нәрсені дұрыстап алуымыз керек. Яғни миымызда мынандай нәрсе болады да, кішкентай нәрселер орындалмай қалған кездер болады. Бір нәрсені қойдың, орындалмады, и миың ой қойшы ол болмайды деп қоя салуы мүмкін. Марафон курс өте көп оқыдың, орындалмай қалды, ой қойшы сол сәтте орындалмай қалды деп қоя салуы мүмкін. Бірақ 10 жылдан кейін ше, сенің қазір мысалы 10 жыл бұрынғы қарайтын болсақ, ол армандар орындалды ғой, ол мақсаттар орындалды ғой. Я біз ұзақ мерзімді қоюымыз керек. Таңғы марафон ол ұзақ мерзім. Мен өзім ұзақ мерзімге қоям, қыздар. Мен қазір спокойно өмір сүре беремін. Я спокойно. Қазір альхамдулилля бәрі жақсы келе жатыр. 3 жыл 4 жыл бұрынғы тілегендерім қазір орындалып жатыр. Қазір тілейтіндерім я 100% уверена 10 жылдан кейін, 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін орындалатынына. Менің мақсатым сондай. Мен дедлайн қоймаймын Құдайға. Вот ертең болу керек, бір айда болу керек деген нәрсе қоймаймын мен. Мен 10 жыл 5 жыл деген нәрсеге тілеймін. Бірақ біз алдағы күнде идеал күн жазамыз, идеал күнде біз 3 айға жазатын боламыз, иә. Бірақ таңғы тілектер, давайте таңғы тілектер, иә, ұзақ мерзімге қойылсын. Өйткені біздің артында не бар деген нәрсе бар ғой. Мен неге тәтті ұйқымды қазір қиюым керек деген сұрақтар туылып жатыр ғой бізде, иә. И менің өзіме мен осы сұрақты қойған кезімде, менің 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін өмірім осындай әдемі болу үшін деп менде сондай сұрақ туды. Әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Мен өзімнің, иә, немді тықпаймын сіздерге. Өзімнің жаңағы не дейді, сұрағымның жауабын, сіздердің өз сұрақтарыңыз жауабы болу керек. Но я хочу, чтобы сіздер 100% уверенно болғандарыңыздың, сіздердің сұрағандарыңыз, сіздердің мақсаттарыңызға жете алатындарыңызға сенімді болғандарыңызды көру үшін, яғни сіздер сенімді болуларыңыз үшін осы сұрақты қойдым. 10 жыл бұрынғы арманым қазір орындалды ғой. Яғни біз қазір 10 жылдан кейін де жақсы өмір сүруіміз үшін қазір тілеуіміз керек. Бұл менің субъективный мнение. Сізді ол нәрсе оята ма, енді сол сұрақ қой. Ол нәрсе сізді оята ма? Енді сізді оятатын мақсат керек қой, қыздар, понимаете? Сіздерді оятатын мақсат керек. И біз бұл мақсаттарды табуымыз керек. Бізге қазір мен сіздерге сені оятатын мақсаттардың тізімін жазуды сұраймын сіздерден. Не оятады сені? Не ояту керек? Қандай мақсат ояту керек сізді? Давайте жазайық. Бүгін бізде 1 сағаттан көп эфир болып кетті, қыздар. 6:25 болыпты.
сағат 7-ге дейін, иә, қолдарыңыз бос болса 7-ге дейін отырыңыздар. Жұмысым бар дейтін болсаңыздар, жұмыстарыңызды жасай берсеңіздер болады, эфир сақталады. Эфир сақталады. Бізді оятатын мақсат болмаса, бізді сідігіміз оятады. Жаңа қазақтың мақалындай. Жата береміз біз ештеңке істемей. Поэтому бізде мақсат болу керек, қыздар. Докажу деген уақытша екен. Арықтайсаң и қайда толасың, бәрі соны түсіну. Қай жерің дұрыс емес, соны білгім келеді. Докажу деген, яғни бізде қателік, қыздардың ойын бөліп жүруі мүмкін. Біз 10 күн ішінде арықтап, 20 жылдыққа әдемі болып барғымыз келеді да, дальше былшиып жүре береміз да. Яғни ол дұрыс емес та. Арықтау деген ол сенің өмірлік әдетің болу керек, соны түсініп алыңыздар. Арықтау деген ол өмірлік әдет, сенің миға түсіндіру керек, ол өмірлік сенің питаниең. Қалай тамақ ішесің, соның нәтижесін аласың. Просто соны түсіну керек. И арықтаған кезде дедлайн тағы да қоймау керек. Вот 3 айда арықтауым керек, 20 күнде арықтауым керек деген нәрсе қоймау керек. Мен қазір жеймін, иә, и ол 1 жылдың ішінде мені 1 жылдан кейін толдырмау керек қой, жалпы менің жеген тамағым мені дальше толдырмау керек деген ұстаным болу керек та. Осыны жеп дальше өмір бақи мен осылай тамақтануым керек деген ой болу керек мида. Жаңа бизнес бастап жатқам сол үшін де. Пока списокті жазамыз, не мені оятады деген список жазамыз, и біз әрқайсысын талдаймыз, қыздар. Жаттығу қашан жасаймыз, жаным? Сол жаттығуды сен егер не үшін оянатыныңды білсең, сен ертең оянбай қашып кетуің мүмкін ғой эфирге. Сол үшін сіздер жаттығу жасау үшін, ертеңде эфирге келу үшін сізді оятатын мақсат болу керек, қыздар. Сізді оятатын мақсат болу керек. Қазір біз түсініп аламыз, эфир где-то бір 3-4 күн эфир болады, қыздар, бізде. 3-4 күн эфир болады. 4 күн дейікші, 4 күн эфир. 4 күннен кейін біз жаттығулар жасаймыз. Арықтайтындарға отдельно бір эфир жүргіземін. Одан кейін бетімізге массаж, барлығын жасаймыз одан кейін әдеттерді. Балаларымды ойлап оянамын дейді, иә, денсаулығымды ойлап оянамын, жұмысқа үлгеру үшін оянамын дейді. Аха. Дұға жасағым келеді, жұмысымды ауыстырғым келеді. Жолдасым алға баса деймін, ал балаларым саналы болсын, өссе арықтағым келеді. Керемет, соның бәрін жазасыздар. Балаларды школға, садикке апару үшін дейді. Аха. Енді сіз марафонға не үшін келдіңіз деген сұрақ қой. Школға апаратын ханым. Марафонға не үшін келдіңіз? Не үшін, қандай мақсатпен келдіңіз? Сізді оятатын мақсаттар. Дальше жазыңыздар. Мен мынау үшін оянғым келеді. Мен мынау үшін оянғым келеді деген мақсат болу керек сіздерде. Сенің оятатын мақсаттар. Дисциплина керек болды. Өзіңе уақыт арнау, жаңа әдет қалыптастыру. Енді қыздар жазып болсақ, біз коучингтік сұрақтар сіздерге. Аха. Денсаулығымды дұрыстап, өміріме береке кіргізу үшін дейді. Керемет. Коучтық сұрақтар. Бұл мақсаттың мәні неде? Бұл мақсаттың мәні неде? Яғни дисциплина құрғың келеді, мақсаттың мәні неде? Бай табысты болғым келеді, ол мақсаттың мәні неде? Яғни бай табысты болудың мәні неде? Иә, мына жетістікті, табысты екінші сұраққа жауап бермейміз, қалған бәріне жауап береміз. Осы мақсатқа қол жеткізудің нәтижесінде қандай жаңалық пайда болады? Егер сен бай, табысты болатын болсаң, иә, не болады? Қандай нәрсе болады сен өміріңде? Қандай өзгерістер болады? Бай, табысты болсаң, сен өмірің қалай әсер етеді? Денің сау болса, сенің өмірің қалай әсер етеді? Яғни сіз бір мақсатты аласыз, сол мақсатты ашамыз осы коучтық сұрақпен. Яғни біз миымызға түсіндірмейінше, біздің жарты жолда қалып кететін, мотивация уақытша деп айтамыз ғой, иә, мотивация уақытша, жарты жолда қалып кететіні сенің миың түсінбейді дальше не үшін оянып жатқанын, мәні не ол мақсаттың, ол мақсат сенің өміріңді қалай өзгертетінін түсінбейді. Сол себепті мынаны скриндап аламыз да, жауап береміз, қыздар. Скриндап аламыз да, асықпай жауап береміз да. Екіншіге жауап берудің қажеті жоқ.
қалған бәріне жауап береміз. Одан кейін скриндап алдық қой, иә? Қазір просто уақыт көп кетіп қалуы мүмкін. Сіздер өздеріңіз отырып жауап беріңіздер. Эфирден кейін. Бұл сіздің өміріңізге қалай әсер етеді? Бұл мақсат мен үшін шынайы ма? Қай мерзімде жеткізгім келеді, иә? Яғни ол мақсатқа қандай мерзімде жеткім келеді? Осыған ұқсас мәселелерді шешкен кезіңіз бар ма? Яғни миға көрсету, оған дейін де сенің мақсаттарың орындалған кезді, оған дейін де сенің мақсаттарың жаңағыдай жеткен кезде, ми жеткенін көрсе, сенім пайда болады да, келесіге де жетем деген сенім пайда болады. Осы мақсатқа жету үшін неден бас тартуға тура келеді? Иә, бірдеңкеден бас тартатын кездер болады бізде мақсатқа жету үшін. Неден бас тарта аламын? Қандай кедергілер болуы мүмкін бұл мақсатқа жету жолында? Сізді не тоқтатуы мүмкін? Иә, бай табысты болам деген жолда не тоқтатуы мүмкін? Қандай ресурстық жағдайлар мақсатыңызға жетуге көмектеседі? Қандай ресурстық жағдай деген, қандай күш сізді мақсатыңызға жеткізеді деген сөз. Енді біз сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін миымызда образ пайда болу керек, қыздар. Миымызда образ пайда болу керек. Оны көбінде визуализация деп жатады, иә? Адамдар визуализация жасайды, медитация, аффирмациялар айтады. Барлығы да мимен жұмыс, ол жердің барлығында мимен жұмыс, миға көрсету үшін, иә, қайда бара жатқанын көрсету үшін. Өйткені ми көрген кезде қаяққа бара жатқан, конечный итог қандай екен көрген кезде мида нейронный связьдар пайда бола бастайды. Әрекеттер, осылай жасасам осылай болады, осылай жасасам осылай болады деген сияқты. Мида жолдар пайда бола бастайды. Соған жетуге ми ойлана бастайды, уже осыған жетсек қой деген сияқты. И біз оны образ цель деп аталады тоже коучингта бұл нәрсе. Біз соны рекламный клип сияқты, иә, елестетуіміз керек. Яғни біз әдемі етіп миымызға көрсетіп берген кезде миымыз әрекет жасайды. Сіздердің барлықтарыңыздың қойып жатқан мақсаттарыңыз көрген нәрселер. Көрген нәрселер. Егер сіз көрмейтін болсаңыз, сіз оны мақсат етпейсіз. Мысалы, мен сізге айтсам, Луи Виттонның сумкасы дейтін болсам, иә, соны мақсат қой десем, сен елестете аласың. Егер Луи Виттонның сумкасын көрген болсаң, сен елестете аласың, армандай аласың, мақсат қоя аласың. Егер сен Луи Виттонның сумкасын көрмесең, а зачем мне это надо деп қызықпайсың да, сен оны елестете алмайсың да, иә? И сен ол вообще мақсат болмайды ол саған. Потому что сен оны көрмегенсің. Мида көрмеген, ми көрмеген, оны өмірінде көрмеген. Сол үшін біз миымызға көрсетуіміз керек мақсатымызды. И сол кезде бізде дофамин бөлінеді. Как лучше всего визуализировать, иә? Ең алдымен біз мақсатымызды еске түсіреміз. Одан кейін представьте картинку, как вы эту цель уже достигли, яғни біз сол мақсатқа жеткенімізді уже елестетеміз. Сол кезде денемізде ойымыз, сезіміміз қандай болып жатқанын, иә, сезініп жатқанымыз көруіміз керек, и содан кейінгі результат қандай болғанын көруіміз керек. Сол кезде сенің миың әрекет жасай бастайды, қыздар. Әрекет жасай бастайды. Енді олай елестету үшін бізге сұрақтар керек. Біз сұрақтарға жауап береміз, одан кейін елестетеміз. Барлық мақсаттарға жеке-жеке жазу керек, иә, қыздар. Барлық мақсатты жеке-жеке жазу керек, сұрақтарға жауап. Миым сеніп жатыр, дейді. Машалла. Сіз сияқты болғым келеді, таңда ерте тұратын ханым болу, дейді. Менен де күшті болыңызшы. Менен де күшті болыңыз, Аюп ханым. Енді бізді оятатын мақсаттың образын жасау үшін, иә, біз мына сұраққа жауап береміз. Мен мақсатыма жеткен кезде, мына жерде кішкене қате кетіп қалыпты. Мақсатыма жеткен кезде мен не көремін? Яғни, что я увижу, орыс тілді ханымдар кішкене түсінікті болу үшін. Если я достигну цель, что я увижу, что я услышу, мен не естимін? Мысалы, сенің мақсатың бар, табысты болу делік, иә, денің сау болу деп жазды қыздар. Машина алу болуы мүмкін мақсатың сенің, иә? Сен миыңа көрсету керексің. Мен не көремін мақсатыма жеткен кезде? Сен уже табыстысың, не көріп жатсың? Уже табыстысың, не естіп жатсың? Иә, біз осыны
елестетуіміз керек болады. Сен уже табыстысың, не сезіп жатсың? Сен уже табыстысың, қандай қабілеттерің бар? Сен уже табыстысың, әрі қандай әрекет жасап жатсың? Сен уже табыстысың, жаңа мақсатыңа жеттің, жаныңда қандай адамдар бар? Сен уже табыстысың, иә, сенің құндылықтарың, сенімдерің қандай? Какие у меня убеждения, ценности? Мен кім боламын, иә, деген сұрақ. Примерно өтіп шықты. Қазір давайте соны елестетеміз. Сіздер көздеріңізді жұмасыздар, мен сұрақ қойып отырамын. Хорошо? Чтобы бізде образ болу үшін. Яғни қазір сіз машина армандайсыз, допустим, мысалы да араларыңызда болуы мүмкін, немесе үй армандап жүрсіз, и оның образы жоқ болатын болса, миыңызда картинкасы жоқ болатын болса, сіз оны елестете алмайсыз. Поэтому жаңағыдай ғой, Луи Виттон сумкасы деген сияқты ғой, сен оны көрмеген болсаң, сен оны елестете алмайсың, қандай үй керек, қандай машина керек. И это тебя не зажигает. Не зажигает это. Мысалы, менің алдында бір мақсаттарым болмай қалады. Мені зажигать етпей қойды ештеңке. 10 миллион теңге табыс, 20 миллион теңге, вообще не зажигает меня. И представляете, мені не зажигать етті? 100 миллион теңге. 100 миллион теңге деген меня зажигает, оказывается. Сол кезде мен андай ішімде дофамин, бақыт гормоны сол кезде оянды. Ал 5 миллион табу, 10 миллион табу деген мені оятқан жоқ, мені не зажигает это. Сол сияқты, яғни сол мен 100 миллион деген кезде әрекет жасай бастадым. Түсінесіздер ма? Мен қазір дофамин бөлініп, менде бақыт гормоны бөлініп, мен әрекет ете бастадым. Дәл сол сияқты сен өзіңнің мақсатыңды көрген кезде, елестеткен кезде сені зажигать ету керек ол нәрсе. Сенде бойыңда дофамин, бақыт гормоны бөліну керек, қыздар. иә сол үшін бізге осы образ цельді жасау керек, понимаете? Түсінікті болып отыр ма, қыздар? Көп нәрсе армандаудан, қазір көп нәрсе мақсат қоюдан дәл қазір қорықпаңыз. Мен сізге қазір айтып жатырмын ғой, не сізді оятады азанда деп жатырмын ғой, иә. Үлкен мақсат болса да армандай беріңіз, үлкен сумма болса да армандай беріңіз. Потому что мен шынымен үй алу деймін, бірақ елестете алмаймын. Соны елестетіңіз, Айоқ ханым. Күшті үйді елестетіңіз. Бәлкім сізді бір комнатный квартира не зажигает, понимаете? Бәлкім сізді 4 комнатный квартира деген не зажигает, іште оянбайтын шығар бақыт гормоны. Бір комнатный квартира дегенде сізде бәлкім бақыт гормоны оянып, сіз оған мысалы, мені 10 миллион теңге деген не зажигает, почему? Потому что ол маған жетпейді деймін. Менің айтатыным, ол маған жетпейді 10 миллион теңге деймін да. Мен жұмыс істемей қойған кезім болды, я жатып қалған кезім болды, потому что это меня не зажигает. И мен миыма айтқан кезде, я хочу заработать 100 миллионов деген кезде, 100 миллион жетеді, пока что саған деген сияқты мен ояна бастадым, понимаете? Дәл сол сияқты қазір сіз бәлкім бір кішкентай машина ала салам деп машинаны мақсат қылып жатқан шығарсыз, бәлкім Матиз деген сияқты, иә. Бірақ ол это тебя не зажигает. Тебя зажигает, может быть, Land Cruiser, Лисян, білмеймін. Не зажигать етеді, соны қоямыз, қыздар. Соны қоямыз. Сіз армандай беріңіз. Ауладан үлкен кең үй салу. Бізде ішімізде мынандай тұрады ғой, үлкен нәрсені армандасақ, ол нәрсе болмай қалады деген нәрсе тұрады ғой, мен шамам жетпейді деген нәрсе тұрады. Оны ойламаймыз. Біз Алланың құдіретіне, Алланың күшіне сенеміз бұны армандаған кезде. Потому что мен өз күйеуімді, менің өзімнің миллионер болып кеткенімді көрген кезде Аллах тағалаға ештеңке кедергі бола алмайды екен деген ой келді. Мысалы, мен жаңағы Вайлберстің жүріп кеткенін көрдім өз көзіммен, иә. Қалай Вайлберске келгенімді көрдім. И ол жүріп кетті, иә. Ол жабылып қалды бізде, ол жабылған кезде болды. Күйеуімнің стол бизнесіне, мебельный бизнеске кіріп кеткенін көрдім. И это просто Аллахтың құдіреті деп айтамын мен. Мен никогда в жизни күйеуім стол сатып миллионер табады деп никогда миыма кірмепті. Оған жұмыс істе, мемлекеттік жұмысқа тұр дей бергенбіз ғой біз. Представляете? Ал өмір, Аллахтың жаңа саған әкелетін мүмкіндіктері ол вообще басқа нәрсе болуы мүмкін да. И мен оны түсініп, Аллахқа сенемін да армандаймын мен.
Бірдеңке бола салады, мен өмірімде бүйтіп бір мүмкіндік келеді, мен табамын ол ақшаны. Я не знаю как сейчас, я не знаю как, но меня зажигает вот это. И алла сендердің осы мақсатымызға, менің, сіздің, біздің осы мақсатымызға қарай күш береді. Жаңағы дофамин, гормон деген сол күштер біздегі. Энергия сол бізді зажигать ететін энергиямен біз жүреміз. И ол болады. И біз оған дедлайн қоймаймыз. Міне ертең болу керек, 3 айдан кейін деген қоймаймыз. Аллах сәтін салады, болады. Сәтін салу деген, бір адам келеді өміріңе, бәлкім бірдеңке болып кетеді, сен бірдеңке бастап кетесің, жүріп кетеді, атып кетеді, бірдеңке болады бірақ. Ну, сондай сенім болу керек. Ондай сенім болмаса, сен армандай да алмайсың, сен Құдайға сенбейсің, сен жата берген күні жата бересің. Поэтому қазір елестетеміз. Сол себепті шығар бәлкім сіз не зажигает сізді, қандай машина алатыныңыз, қандай машина айдайтыныңыз не зажигает сізді, поэтому сіз жаңағы тестті дұрыс жаттамаған шығарсыз. Понимаете, сіз машина айдап жүрген кайфты әлі түсінбегенсіз да, и поэтому тестті дұрыс жаттамағансыз. Понимаете, яғни бізге состояние дедім ғой, состояние маңызды. Қазір давайте бүйтеміз, көзіміз жұмамыз, үлкен мақсат болсын. Бұл мақсаттар сіздерді зажигать ету керек. Мықты мықты адамдарға алдына барған кезде наставниктердің же что тебя зажигает деп сұрақ қояды бізге. Сені не жандырады? Нені айтқан кезде сенің көзің жанады? Адамның көзі жанады ғой, білесіздер ме? Жанып тұрады ғой адамдар, потому что оларды зажигать етеді, сол армандары зажигать етеді. Ол зажигать ететін арман болу керек. Ішіңде бола ма болмай ма деген нәрсе болмайды, болады ол. Болады, бір күні болады. Аллах сәтін салады и болады сол. Терең демаламыз, қыздар, давайте көзімізді жұмамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Елестетеміз. Сен өзің армандаған мақсатыңа жеттің. Терең демаламыз, шығарамыз. Алғың келіп жүрген нәрсені алдың, тұрғың келетін үйіңде тұрасың. Енді елестет, сен сол арманыңа жеттің, не көріп тұрсың айналаңнан? Не естіп тұрсың айналаңнан? Не сезіп тұрсың айналаңнан? Көзіңде не сезіп тұрсың? Терең демаламыз, шығарамыз. Сен мақсатыңа жеткен кезде сенің бойыңда қандай қабілеттер болады? Елестет. Сенің әрекеттерің қандай? Жаныңда қандай адамдар жүр сенің? Барлығын көр, елестет. Сенің қандай сенімдерің болады? Қандай құндылықтарың болады? Сен үшін қандай нәрселер қымбат болады ол кезде? Сен қандай адам боласың мақсатыңа жеткен кезде?
Мгм. Елестетеміз. Терең демаламыз. Шығарамыз. Мгм. Осы сезімді жаттаймыз. Есте сақтап қалыңыз осы состояниеңізді. Мгм. Терең демаламыз тағы да. Шығарамыз. Жайлап көзімізді ашамыз. Мгм. Қыздар, получилось у вас? Так, мақсатымды әлі ойланбаған соң сұраққа жауап бере алмай жатыр. Бұған кейін эфирді қайталап көріңіздер. Мақсат болу керек адамда. Адамды мақсаты оятады деген осы нәрсе. Когда сен білесің кім болатыныңды, қандай болатыныңды білген кезде сен оянасыңдар, қыздар. Әрекет сол кезде басталады бізде. Система запускаться етеді сол кезде. Получилось прожить дейді. Классно, күшті, приятно дейді. Прям елестетіп көзімді ашқанда реальностьқа түстім ғой дейді. Енді біз миымызға көрсеткен кезде, вот мен осы үшін оянуым керек, я хочу так жить деген кезде біз жанамыз, біздің бойымызда күш пайда болады, бізде гомеостаз, дофамин деген гормондар пайда болады, қыздар. Бізді алда алып жүретін, жандырып жүретін, энергичный қылып жүретін ол бізді осы гормондар. Гормондар дұрыс жасаса, дұрыс мақсат қойылса, біз алға қарай жүреміз. Мақсат болмаса, адамдар не істейді? Өсекке кіріп кетеді, претензия, обидаға кіріп, депрессия болып үйінде қуып, ешқайда шығып жата береді, иә? Телефон көріп жата береді, мақсаты жоқ адам. Немере жиендерім келіп жатыр, машалла. Бөпем 5 айлық дейді. Керемет қой, керемет. Армандай беріңіз, мақсат қоя беріңіз. Миым жеңілдеп кеткендей болды. Яғни бізде уже гормондар бөлінеді ғой, қыздар. Армандаған кезде гормондар бөлінеді. Поэтому миға көрсеткен жақсы. Мынау сұрақтарды скриндап алыңыздар. Әр мақсатыңызға осы коучтік сұрақтарды қоясыздар. Бұл коучингтік сұрақтар. Сіздерде сама коучинг болады. Бұл өздеріңіз отырып жауап бересіздер. Эфирді аяқтаймыз енді. Телеграмды өшірейін. Телефоным сып кетіпті. Күшті, рахмет дейді. Армандаңдар деген ғой. Иә, армандаңдар деген Аллах тағала, иә. Қиялдаңдар деген. Бұл техника не береді? Иә. Бұл техника бізге мотивация береді, иә, алдыға жүруімізге. Ресурсный состояние, яғни күш береді. Ресурс деген ол бізде күш береді. Создание в нервной системе моделей поведения, соответствующих целей. Модель поведения деген нәрсе бар. Ол жаңағы сен егер де ойлайтын болсаң, что өмірде жолың болмайды деген нәрсе ойлайтын болсаң, модель поведения, сенің поведениең өмір жол болмайтын нәрселерді іздеп жүреді. Ал егер біз миымызда осындай мақсаттарды көрсетіп, менің всегда жолым болады дейтін болсақ, біздің миымызда, сондай нервный системамызда сондай модель поведения пайда бола бастайды, әдет пайда бола бастайды бізде. Менің всегда жолым болады, и сен всегда жолың болатын нәрсені көре бастайсың. И сен мақсаттарыңды көре бастайсың, и ол мақсатқа жететін жолдар пайда бола бастайды, қыздар. Жолдар пайда бола бастайды. Енді сіздерге мен виш-лист жасауды ұсынамын. Мен өзім осыны жасаймын. 2022-ден бастап алғашқы жасаған кезім болған. Мынау енді кейін жасап сіздерге көрсету үшін просто көрсетіп жатырмын. Чат GPT-ге жазасыздар. Чат GPT жоқ, қыздар, аласыздар да скачать етеміз чат GPT дегенді. Өте керемет, миды жаратын эфир болды дейді. Иншалла. Өте керемет. Чат GPT-ді скачать ету керек, бізге образ пайда болу керек мида. Жаңағыдай айтқандай, Луи Виттон сумкасын білмесең, сен армандай алмайсың, это тебе не зажигает.
иә, ешқандай химия болмайды сенде. Қазір байқайсыздар ма, жастарда болады ғой, бір бірімен танысса химия бар ма деген сұрақ қояды екен олар өздеріне, іштерінде бірдеңе ояна ма деген сөздері ғой енді. Дәл сол сияқты сенің арманың мен сенде химия болу керек қой, химия болу керек. Виш-лист деген это список того, чего ты хочешь, да. Это то, что ты хочешь. Это болашақта болсын. Бұл жерде ештеңкені қысып қалмаймыз, қыздар. Бола ма болмай ма деген сұрақ болмайды. Бәрі болады. Аллахтың құдіреті өте керемет қой. Мысалы айтатын болсақ, біздің 50 000 теңгеміз, 50 000 ғой, кәдімгі 50 000 деп айтамыз ғой, иә. Америкада 100 $, ғой. 100 $, деген сөз ғой, иә. Өзбекстанда миллиондармен ақшалар есептелінеді, иә. Біздің 50 000 теңгеміз ол жақта 500 қанша, 5 миллион ба, сондай да. Яғни шектеу жоқ, қыздар, шектеу жоқ. Менің үйім, ойбай, ол үй 300 миллион тұрады ғой деп ойлауы мүмкін. Ол сенде ғана сондай тұрады, аллада ондай не жоқ, иә. Валюта жоқ аллахта, ол бере береді саған. аллах үшін бәрі оңай, дүниені бере береді аллах тағала. Дүние деген нәрсені кәпір құлына да бере береді құдай. Сол үшін дүниені армандасаң, иә, ештеңкені ұстап қалмаймыз, қыздар. Поэтому қандай үй хочешь. Мысалы, мен мына үйді чат GPT-ге жазған кезде бүйтіп жаздым: өзім суретін жібердім да, сделай так, чтобы, қазақша да жаза берсеңіз болады, мені минималисттік стильдегі екіэтажный үй, алдында бассейні бар, газондармен, талдары бар, гүлдері бар, сондай әдемі үйдің ішінде екінші этажында балконда тұрған суретін жасап бер деп мен өз суретімді жібердім. Ол осылай сурет жасап берді. Яғни біздің миымызда образ пайда болу керек, қыздар. Бізді зажигать ететін образ. Одан кейін мынау машина армандап жүрсең, жаз. Мені суретіңді жібересің да, қандай машина армандап жүрсің, сол машинаны айдап отқан суретін жасап бер. Сол машинаның қасында тұрған суретін жасап бер. Содан кейін, қыздар, распечатайте. Распечатайте. Арманың ғой сенің. Басыңда всегда образыңда болсын ол нәрсе. Распечатать етіп, иә, блокнотқа жабыстырсаңыздар болады. Менің қазіргі орындалған армандарымды 2022-де сурет қылып шығарып, иә, мен істеп қойған болатынмын. Қазір мен көрсетемін сіздерге. Жаңағы сіздер сияқты көп нәрсе армандамаппын деген менде не ғой, осындай міне блокнот арнағанмын, күйеуім әкеліп берген. Соған, иә, осылай суреттерді жабыстырғам. Көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Осындай блокнот арнағанмын. Біз бақыттымыз, бақытты отбасымыз. 2017 жылы жазған екен мен бұл нәрсені. Мына жерге күйеуімді жазып қойған екен: қазақтың ең бай миллиардер азаматы депші. Армандарым ғой енді менің. Осындай суреттер алып, шығарып, распечатать етіп, біз баймыз, біздің осындай нәрселеріміз болады, біз Қазақстандағы ең бай азаматтармыз, осындай бизнесіміз бар деген сияқты, осылай суреттерді распечатать етіп жабыстырып тастағанмын. Сіздерге де солай тапсырма, сондай блокнот арнаймыз. Арнайы ол сенің армандарың деген блокнот. И осылай чат GPT мен суреттеріңізді жасап, шығарып жазасыздар. Ертең орындалмауы мүмкін, бірақ ол алдағы 5 жылда, 10 жылда сіздер маған рахмет айтасыздар. Түсінікті ма задание, қыздар? Бүгінгі тапсырма осы. Бізді оятатын мақсат болу керек. Бізді оятатын мақсат болмаса, иә, біз ештеңке жасамаймыз. Ертең алдағы күнімізде осы мақсаттарға біз внешний, жаңағы ішкі состояниемізді дұрыстайтын боламыз. Біз әрекеттер жасайтын боламыз, қыздар. Так что уайымдамаңыздар. Дұғалар жазатын боламыз, әлі керемет. Бізді оятатын мақсат болған кезде ғана біз жасаймыз. Егер бізді мақсат болмаса, біз жасай алмаймыз. Образ, ештеңке болмаса, біз жасай алмаймыз. Тұрмаймыз да жата береміз. Сол ұйықтаған күйі өміріміз ұйықтап өтіп кетеді. Хотя біздің әлі Дубай деген техника бар, керемет. Сол Дубай техникасын өтеміз. Алдымызда әлі қаншама жылдар бар. Әлі қаншама жылдар бар. Вот осылай. Қалайсыздар, жалпы қалай болды эфир? Жұлдыз ханым, көргеніме қуаныштымын. Түріңіз сондай жылы болып.
Керемет болып отырсыздар. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Айнаш ханымды көргеніме қуаныштымын. Постоянно қатысады. Жұлдыз ханым, Айнаш ханым дегендер үнемі қатысады. Балжан ханым көргеніме қуаныштымын. Так, Айша ханым отыр екен. Так, жазып жатыр. Бірдеңе жазып жатыр. Күшті, керемет болды дейді. Күшті, рахмет, алла разы болсын. Керемет. Каждый день осылай жүрсек ұшатын сияқтымыз ғой. Алла қаласа, қыздар, алла қаласа. Жаңағыдай ғой, азанда тұрған кезде не нәрсеге фокус қойдың, сол нәрсе өседі дедік қой. Енді алла қаласа біз осы мақсаттарымызға фокусымызды қоямыз и біз соған жетеміз. Алла разы болсын сізге дейді. Аумин, сіздерге де алла разы болсын. Бұл таңғы марафон, қыздар, таңда ерте тұру деген ол ұзақ процесс. Иә, мен квантовый скачок деп сіздерге олай уәде ете алмаймын, өйткені мен өзім ұзақ жетем. И бұл ұзақ жеткен кезде бұның эффектісі ұзақ болады да, қыздар. Иә, эффектісі де ұзақ болады. Мысалы, көп адамдарды көремін, квантовый скачок жасады, бірақ, иә, бір уақыт өткеннен кейін ол басылып қалады. Уақыт өткеннен кейін ол жоқ болып кетеді, берекесі болмай қалады да. Ал біздің жасайтын нәрсеміз, алла қаласа, ол өте берекелі болады и ұзақ мерзімді болады. Алла қаласа. Көп рахмет, информация дейді. Квантовый скачок жаман деген сөз емес, қыздар. Квантовый скачок та өте күшті. Мен мойындаймын, ол нәрсенің барлығы бар. Бірақ вопрос в том, что сен оны сақтап қалу керексің да. Сол нәрсені сақтап қалуың керек. Иә? Жасадым, ол одан кейін жоқ болып кетті деген сөз емес. Ол сенде сақталып ұзақ мерзімді болу керек. Ал ұзақ мерзімді болу үшін ол сенің, иә, ұзақ мерзімді жасайтын әдеттеріңе байланысты. Әдетке байланысты. Сағынып марафонды ояндым бүгін дейді. Керемет, Жұлдыз ханым. Бізде жаңбыр жауып тұр, дұғаларымыз қабыл болсын. Аумин, дұғаларымыз қабыл болсын. Өте очень энергичный эфир болып, машаллах, разы болсын, Гаухар ханым дейді. Айсұл ханым, сізді көрген өте қуаныштымын. Барлығы нейротрекингке қатысқан ханымдар келіпті бұл жолы. Мен де қатты сағынып қалдым эфирді. Рамазан айынан кейін жасайын ба, жасамайын ба, ұзақ ойланып жасаған таңғы марафоным. Барлықтарыңызға сәтті күн тіледім. Ертең таңғы 5:30-да ояныңыздар. Мақсаттарыңыз оятсын. Мақсаттарыңыз оятпаса, су ішіп жатыңыздар деп туалетке тұрдым деп оянасыздар. Бірақ эфирге кіретін болыңыздар. Бүгін қанша адам отыр? Жаңа 60 адам отырған, қазір 49 адам болыпты. Так что азанғы таңғы берекеден қалып кетпеңіздер, қыздар. Таңда сіздің біздің осы мақсатымызға қарай, иә, Аллах тағала бізге береді, күш береді, күш, энергия, денсаулық береді осы мақсатқа жететін. Алла қаласа дұға тілектеріміз қабыл болады. Пайғамбарымыздың дұғасы бар, иә, таңғы уақытын берекелі ет деген. Берекелі ұзақ өмір сүруімізді Аллахым нәсіп етсін. Ертең таңда жолыққанша бай қуатты болайық, табысты болайық, сау болыңыздар. Пока всем. Отзыв жазып қойыңыздар. Ана тіркелмей қалғандардың ішін аштатын деп. Отзыв күтемін барлығыңыздан бірінші эфир бойынша. Рахмет, қыздар, алдын ала.